Сәлем сүтқоректілер. Осы мен таңғы 5 пен 7 аралығында тұрып жүргеніме 50 күндей болып қалды. Алғашқы 50 күннің қалай өткені туралы сіздермен бөліспекшімін. Егерде қызық болатын болса, және де сіздің уақытыңыз болса, құлағыңыз менде, көзіңіз мына жерде, және де ең бастысы фокусыңызбен тыңдап тамашалаңыз. Ендеше кеттік. Сонымен алғашқы осы режим туралы айта кетейін. Негізі 1 февраль күні бұл мен үшін өте маңызды даталардың бірі. Өйткені бір жыл бұрын осы 1 февральдан бастап жарты жылға, августтың соңына дейін жарты жыл тұрған болатынмын. Бұл уақыт аралығында көптеген өмірімде өзгерістер болды. Енді осы жақында 16 декабрьден бастап қайтадан ұзақ уақытқа жолға шыққан болатынмын. Енді осы алғашқы 50 күннің қалай өткені туралы сіздерге осы уақытта болған инсайттармен, результаттармен барлығымен бөлісіп отыратын боламын. Яғни қазір айта кетемін оны. Мен ең алғашқы апталарда бұл өте қиынға соғатын апта. Әр нәрсені, кез келген нәрсені бастаған кезде бұл сізге қиыншылыққа келіп соғады. Өйткені сіздің денеңіз, сіздің миыңыз бұндай өзгерістерге дайын емес. Сондықтан да ең алғашқы аптада сізге айтатын кеңестердің бірі ол шыда. Егерде сіз осы этаптан шыдап өтіп кететін болсаңыз, әрі қарай өте оңай болады. Әрине, сіз басқаша жасасаңыз болады. Бұның да оңай жолдары бар. Мысалы, қазіргі тұрып жүрген уақыттан 15 минут ертерек тұрып, бір апта осы режимге өзіңіздің денеңізді үйретіп, содан кейін барып қайтадан тағы 15 минут ертерек тұрып үйретсеңіз болады. Бірақ та бұлай өте көп уақыт өтіп кететін сияқты. Сондықтан да мен осындай методты таңдадым. Яғни алғашқы апталарда шыдасаңыз, және де сізге бір құтқарушы, мистер Пропер сияқты құтқарушы келеді. Бұл ұйқы. Күндізгі, яғни түскі ұйқы бұл сізге өте қатты көмегін тигізеді. Түскі уақытта, егерде уақыт табылады, негізі уақыт табуыңыз керек 15, минимум 30 минутта ұйықтап алсаңыз, бұл сіздің күннің екінші бөлігіне өте жақсы көңіл күй мен жақсы энергияда, тонуста жүруге көмектеседі. Екінші аптада уже басыңыз ауырмайды, денеңіз әлсіз сезінбейді. Яғни сіз осы режимнен ләззат алуды осы аптада бастайсыз. Содан кейін ерте жатып қаласыз. Яғни кешкі 9-дан кейін сіз шаршап ұйықтап қаласыз. Негізі бұл көп адамдардың қиналатыны осы жерде. Олар ұйықтар алдында неше түрлі ойға шомылып ұйықтай алмай жатады. Мысалы, Африкадағы жирафтардың мойны неге ұзын деген ой оған келмей, бірден көзіңізді жұмсаңыз ұйықтап қалатын боласыз. Үшінші апталарда сіз уже айналысып жатқан істеріңізді, немесе қазір жасап жатқан шаруаларыңыздың барлығын өзіңіз сырттай өзіңізді бақылай алатын боласыз. Яғни ең басты назар басты нәрселерге ауысады. Сіздің фокусыңыз дұрысталып, мүмкін мағынасыз нәрселермен айналысып жүрген болуыңыз мүмкін. Солардың барлығын доғарып, басты назарды басты нәрселерге айналдырасыз. Білмеймін, менде солай болды, сіздерде де солай болуы тиіс. Үшінші аптада режимге 95%-ға деп есептей алатындай айтып отырмын. 4-ші аптада 95%-ға үйреністім. Ал негізі осы кездері достармен кешкі уақытқа дейін жүріп қалған кездер болды. Ең бастысы мен үшін осы режимді бұзбай, осы режимді сақтап қалу. Соңғы 40-50 күндері сіз түнгі ұйқы мен таңғы уақыттан ләззат аласыз. Осы жерін қайтадан тыңдаңыз. Түнгі ұйқы мен таңғы уақыттан ғашық боласыз. Бұған сіз ғашық болғаннан кейін келесі күнді асыға күтіп ұйқыға бататын боласыз. Яғни сіз бұның
түнгі ұйқы мен таңғы уақыттың қандай керемет екенін сезінетін боласыз. Таңғы уақытта жасалынатын істердің қандай берекелі, қандай нәтиже беретін, қандай келе жатқан күнге әсер ететінін осы уақытта сезінесіз. Сондықтан да именно осыны сезіне алу үшін мүмкін 40-50 күн тұру керек болатын шығар. Бірақ та білмеймін, мүмкін сіздерге ертерек не кеш келуі мүмкін. Егерде осы жағдайға, жанның тыныштығына, осындай сезімдерді сезіне алатын уақытқа, этапқа жетсеңіз, сіз барлық тек қана таңғы уақыт емес, барлық күні бойы өтетін барлық істерді жасаған кезде осындай состояниеда боласыз. Сонымен ең соңғысы, уақыт өте береді. Өз арман мақсаттарыңызды жазып, орындауға көшіңіз. Өйткені сіз 21-ші жылы жасаймын деп жүргенде уже бір ай өтіп кетті. Сондықтан да уақыт өте береді. Өз-өзіңізді қолға алып, әрекетке көшіңіз. Сұрақтарыңыз болса, астына, жекеге ұсыныстарыңыз болса, жазып кетіңіз. Келесі кездескенше, чао.